Францияның ұлы жазушысы Ромен Ролан, оны жаңа адамзаттың жыршысы және суретші Михаил Шолохов ол кісі туралы жылы лебізін білдірген. Қазақ ақын жазушылардың ол туралы өлең арналмағандығы немесе де жақсы пікір білдірмегені жоқ. Армысыздар, бүгінгі бейне сабағымыз жыр алабы Жамбыл немесе ел бірлігі деп аталады. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанында қазіргі Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде туған. Жасында оқи алмай қалған зерек бала көп нәрсені көзбен көріп, көңіліне тиіп өсті. Ол өмірінде ел аралап, үлкенді кішіге айтысқа түсіп, өлең, терме, жыр шығарды. Ақындық атағы өткен ғасырдың өзінде бүкіл жетісу мен қырғыз еліне мәлім болған. 15 жасында ақындық өнер жолына түсіп, өмір бойы туған елін әнмен, жырмен тербеткен. Жамбыл Жабаев ақын, жырау, жыршы. Көзі түскенде 20 ғасырдың өмірі халық поэзиясын алыбы деген атаққа ие болған. Ол қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған сөз өнеріне інжу маржанын ойына түйіп, бойына сіңіріп өскен үлкен талант иесі. Жамбыл Жабаев шығармашылық шарықтау шегі 90 жастан асқан кезде келді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстан мәдени 10 күндік шымылдырығын Жамбыл ашты. 360 өнерпаз болған бұл мәдениет күндерінде жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың әнші Күләш Байсейітова, Манарбек Ержановтардың жұлдызы жанды, абыройы асқақтады. Жамбыл сол жылы еңбек қызыл ту марапатпен марапатталды. Жамбыл шығармашылығы шоқтығы биігі айтыстары деп байлам жасауға болады. Жамбылдың Құлманбет, Досмағанбет, Сарыбас, Майкөт, Бақтыбай, Бөлтірік, Жүнісбай, Шашубай мен айтыстары суырып салма өнердің биік шарықтаған айғағы. Айкүміс, Сара, Дина, Кәмшат, салиқалы қызбен айтысқанда қыз баласына сыйластықта да, әдемі әзілді де астарларына наз берген. Жасы келсе де қарт Жамбылдың қалжыңы таусылмай өткен. Жамбылдың күйшілігі өз алдына бір сала, бір тақырып. Жыр алабы шерткен күйлердің оның поэзиясы, әншілік және шығармашылық шығармаларында тән жүктеуге болады. Мәселен, фольклорлық жанрда тартқан жоқтау күйлер, аңыз күйлері, арнау күйлері, тарихи күйлері жетік артылды. Патша қаулысымен 1916 жылы еңбек майданына Қазақстан сарбаз алды деген кезде жігіт ағасы Жамбыл елді назарлығын ашына жырлады. Зілді бұйрық, патша әмірі таралуы деген бұйрық өлеңдеріне сол кезде қалды. Генерал-губернатор Михаил Фальбоун өткендігін сынады. Елдің зары ақын шығармашылығына орындалуы заңдылық. Алайда Жамбыл шығармаларында әлі зерттеуде толық ететін бір тұтас бар. Ол Алаштың іргесін біткен Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мыржақып Дулат секілді Алаш ардақтыларменен Жамбылдың не шығармашылықта, не өнерде жолы қиыспағаны белгісіз. Заман бір болғанымен зерделерде болмады деп айтуға қиын. Еңсесіне жыр алыбы Жамбылдың үкімет жағдайын жасап, Жамбылды одақтық дәрежеде идеологиялық мақсатта
армансыз пайдаланды. Елге айтылатын үгітті Жамбылдың аузымен айтқызды. Түрлі республикалық дәрежеде мәдени шаралар Жамбылдың қатысуынсыз өтпейтін. Оған айғақ болар дәйегі жеткілікті. Ақынның отан соғыс жылдарындағы тақырыбына арнап шығармаларын өлеңдері жалпы көлемі 300-ден жолдан асатын. Әсіресе Ленинградтық өренім, Москваға аттан батыр ұрпағым, майданға хат сынды өлеңдері уақытында танымал болды. Өмір мен өлімді елдескен шақта ақын қуатты жырларымен кеңес жауынгерлерге жігер беруге тырысты. Жау оғы Жамбылдың 2 ұлын бірден жықты. Балаларының қайғысын естіген қартшы есіңгіреп қалды. Жамбыл қайтыс болғаннан кейін шәкірті шығарған мына бір зілді өлеңнің шумағы ел арасында тез тарады. Өленді мен айтпайын кекесінде, айтамын бір сөзін еңсесіне. 30 жыл Сталин деп бақылдаған, айырылды Қазақстан текесінен, деп бір шумағы өлең үшін Шәкір ақын істі болып сотталып кетті. Кеңестік идеологиясында тапсырмасына сәйкес Жамбыл ата еңбек адамдардың жыр жолында қосып сол кезденен кәдесіне тарады. Мал шаруашылық мамандарына өнер туралы жыр, халқына жыр тарту секілді өлеңдері елді еңбекке бастауға, кен өндіріске насихат берді. Ғасырға жуық ғұмыр кешкен қарт жасында Жамбылдың шығармашылығы, рухани бұлағы ел білетін өлең жырларымен сарқылып қалмаған анық. Тарихшылар үшін демек жыр алыбының жаңа қырын, тың өлең жырларын табу, жұмбағы көп Жамбыл болмысын айшықтай түсуге сеп болатыны сөзсіз.